Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 97 сабақ 53-55 жаттығуларды бірге орындаймыз. Келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңдар. 53 жаттығу мәтінді түсініп оқы. Әбу Насыр бүкіл шығыс әлеміне Арасту деген атпен даңқы жайылған оқымысты Аристотельдің шығармаларын көп оқыған. Мағынасын көкейіне тоқыған, оны ұстазы санаған. Замандастары Әбу Насырдың ірі оқымысты, ойшыл данышпан дәрежесіне дейін өскенін көздерімен көрген. Бірақ кейбіреулер ғұламаның алғырлық сипатын жете түсіне алмаған. Сонда олар данышпанның өзінен: "Біз таласып қалдық, анығын түсіндіріңізші, сіз алғырсыз ба әлде Арасту ма?" деп сұрайды. "Әй ағайындар-ай", дейді әлгі сұрақ берушілерге. "Егер мен ұлы ұстаз Арасту заманында өмір сүрсем, онда сол ғұламаның білікті шәкірті ғана болар едім." Әбу Насырдың бұл сөзін естіген кісілер оның ақыл-парасатына бас иеді. Мәтін Жыл Өннекай кітабынан алынған. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы? Мәтін ойшыл данышпан Әбу Насыр туралы. Мәтіндегі негізгі ойды анықта және оған ат қой. Мәтінге Әбу Насырдың даналығы деп ат қойсақ болады. Мәтіндегі негізгі ой кішіпейілділік, ақыл-парасаттың көрінісі. Мәтіндегі мағынасы түсініксіз сөздерді белгіле, сол сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Көкейіне тоқу, есіне сақтау, ұмытпау деген мағынада. Ғұлама, ғалым, оқымысты деген мағынада. Ал енді мәтіндегі сын есімдерді тап. Мәтіндегі сын есімдер ірі, алғырлық, ұлы, білікті. Келесі 54 жаттығу. Әл-Фарабидің нақыл сөздерін көшіріп жаз. Даналық істі ақылға салып тиянақты атқару деген сөз. Оған білім үйрену арқылы ғана қол жеткізуге болады. Парасат әр адамның кісілік қадірі. Адам басындағы ізгі қасиеттер парасатты өсіретін қабілет. Қайырымды, ізгі ниетті адам еш уақытта өлмейді. Балалар, Әл-Фарабидің нақыл сөздерін дәптерімізге көркем етіп көшіріп аламыз. Осы нақыл сөздердің мағынасын топта өздерің талқылаңдар. Ал енді сын есімдердің астын сыз. Сын есімдер кісілік, ізгі, қайырымды, ізгі ниетті. Осы сөздердің астын сызып қоямыз. Келесі 55 жаттығу. Берілген сын есімге бірнеше зат есім тауып айт. Балалар, зат есім дегеніміз бұл заттың атын білдіретін және кім, не деген сұраққа жауап беретін сөздер еді. Олай болса, берілген сын есімдерге тиісті зат есімдерді қойып айтып көрейік. Ескі доп, ескі машина, ескі үй. Жұқа мата, жұқа кілем, жұқа киім. Қызық ойын, қызық оқиға, қызық кітап. Балалар, сендер де осы сияқты өз қалаған зат есімдерді айтып оқып көрсеңдер болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.